Ақсу қаласының номер 2 жалпы орта білім мектебінің 10 Б сынып оқушысы Қожабек Айдос. Ахмет Байтұрсынұлы, Сарышымшық. Мақтанып Сарышымшық шалқып тасты, теңізді өртеймін деп лақап шашты. У-шу боп бұл хабарды естіген соң, теңізді тастап құстар үркіп қашты. Таң қалып тамашаны көреміз деп, алыстан аңдар келді әдейі іздеп. Адамдар да тұс-тұс жақтан келе жатыр, лек-лек боп, топ-тобымен мыңдап жүздеп. Есепсіз теңізге көп халық келді, шымшық, теңіз өртейді деп нанып келді. Балық жеп сорпа ішіп тойын баққа, ашпенен көбінесе арғып келді. Бір соғым пұлсыз астан дейтіндер де қасығын қолдарына алып келді. Үңіліп, суда болып назарлары, сыйып тұр жағалауға азар бәрі. Теңізді өртейді деп кім естіген, көрмекте соны жұрттың ынтызары. Сарышымшық мақтанды ма, ойнады ма, кім білсін күйдірем деп ойлады ма. Теңізге от салғанмен жана қоймас, десеңше тым болмаса қайнады ма. Ол теңіз күймек түгіл қайнаған жоқ, жұрт неге келді деп те ойлаған жоқ. Қап бәлем, тоқтай тұр деп шымшық қайтты, теңізге тісін басып, қайраған бол. Кейбіреу қолдан келмес іс тойлайды, мақсаты оны менен тұс болмайды. Ұялған тек тұрмайды деген рас. Қап бәлем, тоқтай тұрмен жұрт алдайды. Назарларыңызға рахмет.